Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін үйге қонақ келеді, соған дастархан дайындаймыз. Бірінші осылай қуырдағымызды пісіріп аламыз, салатымызды дайындаймыз және булочкамызды пісіріп аламыз. Круассан сияқты ортасы қабат-қабат болып пісетін булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Қуырдағымызды пісіруге кірісеміз. Қызып тұрған майға етімізді салып, татымына қарай тұз салып, жақсылап қып-қызыл қуырып аламыз. Кемінде 20-30 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін барып пиязымызды салып, тағы да 15-20 минуттай қуырып аламыз. Сосын картофелімізді салып, бір пиалайдай қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып, астын пәс қойып піскенше қозғамаймыз. Енді кезекте булочканың қамырын іліп қоямыз. Міне құрамына не керегін жазып кеттім. Қамырымыз осындай жұмсақ болған кезде 2 ас қасық сұйық май құйып, қамырды осылай июін қандырамыз. Енді қатты көтерілгенше демалдырамыз. Осылай қамырларымызды шелпектің көлеміндей майға жайып арасына бөлме температурасындағы сары майды жағып, бірін үстіне бірін қабаттап қойып демалдырып қоямыз. Сол аралықта бауырсағымызды пісіріп аламыз. Мен 2 тәулік шығатын бауырсақ пісіріп алдым, кішкене 2 золамен. Бауырсағымыз пісіп болам дегенше, міне қамырымыз демалып, көтеріліп, әдемі болып дайын тұр. Енді оны осылай жұқа етіп жайып, рогалики сияқты қылып ораймыз булочкамызды. Мен ортасына шоколад салдым. Шетінен ортасына қарай ораймыз енді булочкаларымызды. Міне бетіне жұмыртқа қойып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне қараңыздаршы. Ортасы қабат-қабат үгітілмелі болып, әдемі болып піседі. Міне қуырдағымыз да дайын тұр. Булочкамызды, бауырсағымыз пісірем дегенше тамағымыз да пісіп дайын тұр. Енді оған салат қостым. Мен ачучук салатын істедім. Енді қонағымызды күтіп отырмыз. Міне дастарханымызды жайып қойдық.